Қалайсыздар? Вегапанк туралы соңғы ақпараттарды біздің YouTube арнамыздан әлбетте көре аласыздар. Вегапанк жайлы не болып жатыр? Карасейлердің арасында шайқас бітті ме? Сол жайлы бүгінгі видеода айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп қоңырау түймешесін баса отырыңыздар. Ендеше кеттік. Басталуы Панк Рекордс, әлемдегі ең үлкен ми. Вегапанктың көптен күткен хабары. Әлбетте менің кофеме ешқандай да кедергісін келтірген жоқ, бірақ та біз адамзатқа көптеген уақыттар беріп жатырмыз, және бердік те. Дәл осы кезде Марс айтады. Әлбетте біз сені танимыз, Вегапанк, сен бізден қашып құтыламын деп ойламайық та ой. Дәл мына суретте біз Вегапанктың ең үлкен лабораториясын көріп тұрмыз. Қысқаша айтқан кезде ми деп те айтып жатады. Карасейлер Вегапанкты іздеп тапқылары келіп жатыр, және де осы фотоны оның лабораториясында іздестіріп жатқандары айтылады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, Вегапанк Эйнштейнға ұқсамай ма түрі? Және де Вегапанк One Piece'тағы ең ақылды персонаждарға кіреді. Және Эйнштейннің де IQ-ы өте жоғары еді. Және көптеген адамдардың айтуынша Вегапанк өзінің фруктысын көтеріп жатыр, номи фруктысын. Бірақ та ол фруктысын шынымен де көтеріп жатыр ма? Ешқандай да ақпарат жоқ әзірге. Мына жерде Марс новидан аудармашы Донду Мушуны көріп қояды. Марс мына ол итканы Вегапанкпен әңгіме соғып тұрған естіп қояды да көп ұзамай-ақ көзін құртады. Фотода барлығы да шай ішіп әңгіме соғып отқан кезде Кай Бандиан Усопқа Вегапанк туралы әңгімесін бастайды. Ол өте ақылды және де медицина жағынан өте танымал адамдардың бірі екендігі жайлы айтады. Дозорнилардың барлығы да жан-жақтан Вегапанкпен әңгімелерін естігілері келіп іздестіріп жатыр. Балдимордың да өзінің туып өскен остров бар екен, Вегапанкқа да жақын. Пиратский остров Рули. Және бұл жерде пираттардың арасында өзінде разборка болып жатады екен. Ей, әлем, сіздермен бүгін мен сөйлеп тұрған Вегапанк, мені естіп тұрсыздар ма? Дәл осы кезде бағалде айтқанымыздай Марс мына ол итканың көзін құртады. Және де Марс осы айтып отқан сообщениялардың барлығын естігеннен кейін қатты ашуланады. Қарғыс атқырып Вегапанк. Марс құсқа айналып көзін құртуға аттанады. Неде Вегапанк ешқандай да сөзсіз әңгімесін жалғастыра береді. Және барлық адамдарда шындықты білгілер келіп қатты асығып тұр. Және осы кезде карасейлер бір-бірімен әңгімесін бастайды. Ей, Марс, не болып кетті? Сен біздің әңгімемізге неге жауап бермей жатырсың? Бұл сол баяғы Вегапанк қой. Ол біз ойлағаннан да ақылды болып шықты. Ол барлық құпияны ашайын деп жатқан сияқты, тіпті оның не ойластырғанын да білмей жатырмын, басым қатып кетті. Және карасейлер не істерлерін білмей қалды. Алдағы уақыттағы жоспарлары қандай болатындығын да ұмытып қалған секілді бұлар. Санджи көмекке біреудің айқайлағанын естіп қалды, және де бұл Бонни Чан екендігін білді. Және Санджи дым түсінбей қалды. Оған қасындағы Бонниға бір монстр атака жасағандығын көрді. Карасейдегі кентавр Фрэнкидің жанында тұр екен. Санджи оларға айқайлап кері кету керектігін айтады. Санджи Карасейдегі кентаврге барып, жанын көзіне көрсеткендігі көрініп тұр. Санджи Карасейдегі кентаврдан қорқпайтындығын айтады. Бұл пираттар арасындағы шайқас не болса да Санджи жақсы айтты Карасейдегі кентаврға. Және де Санджи Карасейдегі кентаврды бағаламаған сияқты, осыдан кейін кентавр оны тістеп алғандығын көріп тұрмыз. Бұндайды Санджи 100 ойласа да күтпегендігі анық. Және де Бонни екі гигантты айқайлап Санджиға көмектесіңдер деп айқайлайды. Ал Вегапанк болса өзінің хабарламасын халыққа айтуға дайындалып тұр. Жалғастыратын болсақ, Боннидің шақырған екі гиганттары Карасейдегі кентаврдың жағын айырып көзіне көрсетіп жатқандығы анық. Бейшара карасейлер тіпті зоры болған кезде ана жерде Карасейдегі кентаврды тасталғанын шығарып, оны есететіп тастайтындығы айдан анық. Мына суретте Бонни өзінің жаңа күшін көрсетеді. Гигантская подобная будущее. Ал дозорнилар болса, бұл оны қалай күшін көрсеткендігін көріп таңғалуда. Екі гиганттары болса кентаврды ұстап тұр, ал кентавр болса Бонниға атака жасайын деп тұр. Осы кезде Вегапанк айтады.
Иә, әлбетте мен өз күнәларым үшін мені өлтіретіндігін білемін, дейді Вегапанк. Вегапанктың осы сөзінен кейін архипелагтағы адамдар қатты уайымдап жатыр. Олар Вегапанкты өлді деп ойлауда. Ал мына суретте көріп тұрғандарымыздай, ең алдымен Цезар Вегапанкты өлтіргісі келгендігі анық. Ал Вегапанкқа қарай келетін болсақ, оны кім өлтіретіндігі қызық емес, бәрібір секілді. Және мына фотодан Сатурнды көріп тұрмыз. Ол Мугиваралардың алдында оларға атака жасамақ ниетте. Нами Усоп Чоппер Робинді құтқарып тұр, ал Брук болса көмек шақыруға кетті. Ника Робин болса Сатурнның даусын естіді. Ол кішкентай кезінен біледі екен оның даусын. Сатурн айтады: Сен ана Робин емессің бе? Акайны жібере салған, сондай қылмыскер бейшара мыйсыз қыз. Және осы сөзінен кейін Ника Робин Сатурн екендігін анық түсінді. Мугиваралар болса қатты қорқып тұр, және де Робинді барынша құтқару керектігін түсінді. Робиннің айтқан сөздері шын екендігіне әлі де сене алмай тұр. Робин, біз сені бәрібір де еш нәрсеге қарамастан құтқарамыз. Ары қарай жалғастырамыз. Марс Панкрекерсқа келді. Әлбетте менің айтатын сөзім сіздерге қазір өте түсініксіз болуы мүмкін. Қарғыс атқыр, мына лабораторияға бекер келдің бе? Мынаның іші тікте түсініксіз ғой. Дәл осы кезде Вегапанк айтады: мен бәрібір де өз хабарларымды халыққа жеткізгім келеді. Ал Марс бірден жауабын береді: Осы хабарламаның барлығын тоқтату үшін электростанцияны тоқтатуым керек пе? Оған Сатурн жауап береді: Тіпті не айтарымды да білмеймін. Дозорлар, корабльдер, бұлардың барлығы да бізге жақын негізгілері емес. Оны қойыңдаршы, біз барлығын да құрбан еттік осының барлығын тоқтату үшін. Соңғысында Энелдің күші екендігі, оның пламясы екендігі жайлы айтылып жатыр. Бүгінге осы. Сіздермен бүгін болған мен Микопис. Келесі видео кім жайлы болсын арнаға жазылып, қоңырауша түймешесін баса отырыңыздар. Видео ұнаса әлбетте лайк, комментарий, арнаға тіркелу.